Таравих намазын қысқартып оқуға бола ма? Өйткені 20 ракатқа кейде денсаулығымыз келмей қалады. Жасы үлкен аталарымыз да бар. Олар да 1 сағат бойы тіке тұрып Құран тыңдай алмағанда себепті біз оны қысқартсақ бола ма? Енді бұл мәселе таравих дегені негізгі мағынасы ол рахаттану, демалу, негізі рахаттану деген мағына береді. Жалпы бұның бірінші тарихына тоқталатын болсақ, таравих намазын пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кезінде әркім өзі бөлек оқитын болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кезінде негізі таравих намазын әркім бөлек оқитын болған. Яғни қазіргідей жамағат болып емес, бәлкім мысалға пайғамбар алейхиссалам өзі оқыған, сахабалар әрқайсысы өзі бөлек-бөлек оқитын болған. Бірақ күндердің күнінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам намаз оқыған кезінде артында бірнеше сахаба пайғамбар алейхиссаламның үйді барлығы бірігіп таравих намазын оқиды. Одан кейін ертесіне бұл сөз тарайды Медине қаласына. Сахабалардың бәрі бір-біріне айтады, өткенде пәленше пайғамбар алейхиссаламмен намаз оқып түнде. Олар түнді сөйтіп ғибадатпен өткізіп, сөйтіп ертесіне адам көбейеді, адам көбейген сайын, яғни соңында мешіттің ішіне адам сыймай қалады. Бүткіл адам кешкісін келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен бірге намаз оқиды. Сөйтіп оразаның соңғы күнде пайғамбар алейхиссалам намазға шықпай қояды. Одан кейін сол күн әр сахаба өзі бөлек-бөлек оқып кетеді. Ертесіне пайғамбар алейхиссалам айтады, шықпауымның себебі бұл нәрсені үмбетім уәжіп деп қабылдап қалмау үшін, яғни уәжіп болып кетпеу үшін істедім, шықпадым деп айтады. Бұл нәрседен білетіміз таравихтың үкімі не емес екен, уәжіп емес екен. Ал одан кейін Абу Бакр радиаллаху анхудың кезеңі, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл өмірден озғаннан кейін Абу Бакр радиаллаху анху халифа болды. Оның халифалық кезеңінде де ешқандай бір имамның тағайындалуы, бір имамға барлық адамның ұю деген секілді мәселе болмаған. Әркім таравих намазын өзі бөлек оқитын болған. Омар радиаллаху анхудың кезінде де тура солай, алғашқы кезеңде сахабалар келеді, өздері бұрынғыдай жасайды барлық нәрсені, бірақ күндердің күнде Абдурахман Ал-Қари деген ол кісінің есепшісі болған, яғни қазынаға қарайтын адам болған. Сол кісімен бірге шықса, мешітте пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мешіттің алдында сахабалардың отқанын көреді. Кейбіреулері білім алып отады, кейбіреулері зікір жасап отқан болады, кейбіреулері намаз оқып отыр, кейбіреулері Құран оқып отыр. Сөйтіп сол кезде Абдурахман Ал-Қариға айтады, мыналардың барлығын басын бір біріктіріп қою керек екен дейді. Яғни Омар радиаллаху анху үмбеттің бірігуін қалаған. Сөйтеді да Убай ибн Кааб радиаллаху анху сахабаны шақырады ертесіне, ол кісіге айтады, бүгіннен бастап сен имамдыққа шығасың, таравих намазын оқып өткізесің. Яғни сол күннен бастап не істейді? Убай ибн Кааб радиаллаху анху сол істі жалғастырады, таравих намазын оқуды бастайды. Тағы бір шама уақыттан кейін Омар радиаллаху анху бандай халифалық өз жұмыстарын аяқтап шыққан уақытында мешіттің алдында шырақтар жарық, мешіттің айналасы таза, тәртіпті, сахабалардың бәрі бір сапта бірігіп намаз оқып жатқандығын көреді, мына сөзді айтады. Қандай жақсы бидғат дейді, ары қарата үйіне қарай кетеді. Міне содан кейін не істеп қазіргі уақытқа дейін таравих намазын бірігіп оқу деген нәрсе келе жатыр. Және 20 ракаттың бекітілгенде сол уақыттан бастап бүгінгі күнге дейін келіп, қазіргі уақытта біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты барлық мешіттерімізде бір имамның шығады, сол кісіге үйіп 20 ракат оқимыз. Ал енді сіздің денсаулығыңыз келмейтін болса, имам Шафидің мазхабында таравихты 8 ракатқа қысқартып оқуға қатысты пәтуасы да бар. Сол себепті сіз 8 ракатпен шектелсеңіз де болады, бірақ ол бандай денсаулығыңыздың келмегендігі себепті. Мысалы барлық адам қазір бұны естіп алып, мен де 8 ракатқа өтем деген мәселе емес. Бәлкім сол жасы үлкен кісілер, қиналған кісілер деген секілді. Мүмкіндігін барынша қатысқаны дұрыс болады.